сол аяғым дизе содан кейін бауырым айланған дейді. Тоздырып та жібереді? Жоқ, енді кішкене бір күн болса да жаның ауырса, содан барлық өмірің кішкене не қылып бәрін ұмытып, жаманшылыққа қарай ойлана бастайсың. Сондықтан бір күн болса да мен алдымен өзімді ойлаған жоқпын, баламды айтып жүрдім. Ауырдым деді ме, мен айтамын, жанмен неге барыңдар. Жанмен тәңге. Ой, ол өтірік, алдымен өзің бар. Сізді алдыға салған екен? Мен алдыға салған тексерейін деп жүрдім. Аман келсе бізде барайық деймін. Ұнады ма? Ұнады, жақсы, күшті екен. Көзім жетті, жанмен тәнді сауықтыру адамның өз қолында екенін бәрін айтам. Келіңдер тезмен жерге де. Мен кіріп шықтым, жақсы екен. Енді көрдісін. Дәрсіз денсаулық. Мен көрсетіп жүргені, тыныс алу жаттығулары, мұздай сумен шынығу, ағза тазалау, бәрін сіз тек қана дәрігердің кеңесімен, болмаса біздің орталыққа келіп жасаңыз. Өзіңізден жасасаңыз, денсаулығыңызға қауіп төнуі мүмкін, жауапкершілік өзіңізде. Армысыздар, біздің YouTube каналының тұрақты көрермендері. Міне 86 жағымның үздік түлектерімен сіздерді таныстырып отырмын. Соның бірі, анау Монғолияда тұрған, сонда өмірге келген Дөрбетхан. Дұрыс айттым ба? Дұрыс. Дөрбетхан деген ағайымыз. Мен атына қарап, оң кейін сөйлеген сөзіне қарап, бұл кісі Қытайдан келді ма, Монғолиядан келді ма, батыстікі ма, шығыстікі ма, оңтүстікі ма, бірден сезіп қоям. Сіздің сөзіңіз, қимылыңыз бәрі соған келіп тұр. Мен Монғолияда болдым. Сонда ана Улан-Батырда тұратын Шәует деген ағам бар. Жақсы танысам, ана жеркен немесімен айналысады. Соның кейін Сайран деген қажы білесіз бе? Білем ғой Сайран. Сайранмен ағамен көп араласым бар. Соның кейін басқа да біраз адамдарды білемін. Рамазан Стамғазиевті апарып, Сайран ағамыздың анау сайлауына дейін неткенбіз 2009 жылдары. Мен Монғолияның ағайындарға өте ризамын. Бұл кісілердің бір жағынан бағы бар. Өйткені моңғол орыс емес. Орыс деген қазақты екінші сорт, мәмбет, анау мынау деп табанға салуға тырысты көп болғаннан кейін. Сіздер моңғолдың елінде тұрбасыздар ғой? Иә. Бірақ ол жерде еркін өмір сүрдіңіздер. Еркін өмір сүрдік. Моңғол деген кең қолтық екен. Иә. Сондай мейірімді халық екен. Біздің қазақ ағайындар ата бабасының жерінде жүргенде еркін өмір сүріпті. Енді бұнда сіз неғып келдіңіз бұнда, аға? Мен осы жанмен тән сауықтыру орталығын мен 2 жыл көріп, үнемі интернеттен көріп тексеріп ойлап жүрем. Өзім ойлағанда бұлай не қылам, енді дәріс емделу керек дегенді бұрына мен ойлап жүретім. Қалай емделу керек? Қай жеріңіз ауырып еді? Ондай қай жер, менің сол аяғым дизе, содан кейін бауырым айланған дейді. Сондай аурулар. Аға, бұл ана Улан-Батырда, то есть Баян-өлгейде тұрдыңыз ба? Иә. Сол жердің суығы ғой мынау. Мынау сол жердегі ет қой. Бауырды көп ет жеген, онан кейін қандай қызмет істедіңіз? Мен инженер болдым неменеде, өндірісте. Көп қимылдаған жоқсыз ғой, шындығы керек та, аттың үстінде жүрген жоқсыз. Жүрдіңіз ба? Жақсы жүреді, о да өте, мына электростанция мен 4-ші Қарағанды Гресия 2-де 4 жыл жұмыс істедім. Келгеннен кейін бе? Иә. Ода қозғалыс өте қатты, өте жылдам жұмыс істемесең, істей алмайсың. Баян-өлгейдің табиғаты өте қатал. Бір ары кеткенде 2 ағай шығар да, жаз өсіп тұратын. Қалған уақытта аңызақ, жел, суық, енді көп өсімдік өспейді. Сол жерден шынығып шыққан адамдар бірақ тоздырып та жібереді. Жоқ, енді кішкене бір күн болса да жаның ауырса, содан барлық өмірің кішкене не қылып бәрін ұмытып, жаманшылыққа қарай ойлана бастайсың. Сондықтан бір күн болса да мен алдымен өзімді ойлаған жоқпын, баламды айтып жүрдім. Менің бауырларым, туысқандарымнан ауырдым деді ме, мен айтамын, жанмен неге барыңдар. Жанмен тәңге. Ой, ол өтірік, алдымен өзің бар. Сізді алдыға салған екен? Мен алдыға салған тексерейін деп жүрдім. Аман келсе бізде барайық деймін. Ұнады ма? Ұнады, жақсы, күшті екен. Көзім жетті, жанмен тәнді сауықтыру адамның өз қолында екенін, бәрін, жаттығуларын, бәрін білдік. Енді өзіңді өзің алып кетуге, сауықтыруға мүмкіндігің бар. Жақсы болып қалдың, керемет.
Енді сіз суықтан қорқа қоймайтын шығарсыз енді Баянауыл келгенге. Суықтан қорықпаймын. Ал енді мына тыныс алу, миды тазалау. Одарды білмейміз ғой енді. Ұнады ма олар? Жақсы, күшті. Қарын ашқан жоқ па? Жоқ, жоқ. Міне енді тамақты жақсы ішетін, біраз қарын жинап алыпсыз. 6 күн тамақ ішкен жоқсыз. Иә. Тек қана сүт ішіп отырсыз. Иә. Ағза тазаланды. Тазаланды. Ми тазаланды ма? Мида тазаланайын деді ғой, ол бірақ көп уақыт керек қой. Көп уақыт керек, дұрыс айтасыз. Енді сіз инженер болғансыз, инженер адам ғылыммен айналысқан, біледі ол. Оп-оңай ештеңенің бола қоймайтынын да. Кейбіреу сиқырлы таяқ іздейді. Бұл сиқырлы таяқ жоқ, ауырып батпандап кіреді, мысқалдап шығады, солай ғой? Иә, иә. Сол тізеден басқа оң кейін асқазан да? Мына бауыр майланған дейді. Жүрек бар. Бауыр майланса шөп дәрімен, сол мына шөп дәрілер алдыңыз, ана аппаратқа түсалды ғой БРТ-ға. Соған түсірді, бүгін сізге береді сүгел емін, соң шөп дәрілер береді, соны бірге бір жасасаңыз, бауыр да қалпына келеді, әлі бір 30 жыл сізге қызмет жасайды. Иә, рахмет. Ол енді мен ал дегенде негізінде өзімді ойлаған жоқ. Балама айтатығым, сен алдымен соны барып келмей өзіңді сөйлемейсің. Алдымен сен сол сауықтыру, тәмін жан сауықтыру орталығына барып кел. О, балам айтады, ой сіз барыңыз, мен 70 жасадым, сен алдымен менің жасыма келіп ал. Сол үшін сен алдымен өзіңді өзгертіп ал. Сен бар деп жүрсең, бір күні папа немені алып келдім, сізге алып келдім. Кетсі болсы кетсін. Алдымен көрейік деген секілді. Ана қазақ, ана Еркін деген ағамыз бар. Білесіз ба, ана Ергенті деген бар ғой, Ерденет. Сонда жұмыс істеген, сол кісі айтады. Моңғолияда бір достарым бар дейді. Бір күн дейді, анау әңгіме айтады дейді, әкесі қайтатын болып, үлкен кісі жатқан кезде күзетіпті кезек-кезек. Сонда ана ортаншыл кішкене Мабастау екен дейді. Сол таңертең шекселес қатып келеді дейді. Неме десе, ой түнде отырғанда қалғып кетіппін, сонда әкем енді жан тапсырайын деп қалған ғой, түртеді дейді. Әй, өзің ояп отыршы, ана бір түнде адасып сені алып кетпесін. Сол сияқты балаңыз сізді жіберіп отыр ғой. Сіздің арманыңыз ғой дейді. Алдымен өзім бе, сіздің арманыңыз сізге алып келдім дейді. Мен армандаған жоқпын, сені армандадым, сен барсын алдым. Дегенмен дәке, мен бұнда айттым ғой, адам өзін ойлау керек бірінші. Соның кейін балаңды. Өйткені сіз ауырып қалсаңыз, балаңызға салмақ боласыз. Солай ғой да, жатып қалсаңыз, балаңыздың да көңіл күйі түседі, өзіңіз де қиналасыз. Сондықтан бірінші орында өз денсаулығыңыз. Ұлыңыздың аты кім? Жігер. Жігер, атыңды жақсы қойған екен. Жігерлі болсын деп. Міне әкең келді, аттай болды. Енді бүкіл бала-шағаңның, немерелердің денсаулығы, не ішіп, не қойуы, қалай жүруіне сіз жауапкерсіз. Дәрі бермеңіз, химиядан аулақ қылдыңыз. Бәрін келіңдер, тез бәрі жазғы нәрсе жазып жатқандардың бәрін айтам. Келіңдер тез мына жерге де. Мен кіріп шықтым, жақсы келді. Енді көрдісін. Міне қазақтың ақсақалдары, азаматтар өз жолға салады. Алдымен өз жүреді, көсем, бұл бана қар бұзатын жылқы сияқты. Сондықтан бізге біреуге ақыл айтқаннан гөрі өз жеке басың үлгісімен көрсеткен дұрыс. Диванда жатып алып, темекі тартып, телевизор көріп жатсаңыз, біреуге ақылыңыз өтпейді. Ал өзіңіз енді ерте тұрып, тыныс алу жасап, суға түсіп, күнде 10 мың қадам жүріп, дұрыс тамақтанып үлгі көрсетсеңіз, ұрпағыңыз соны істейді. Сол ұрпағыңыз сөйтіп тәрбиелеп, солардың жақсылығын көріп, солардың қызығын көріп, ұзақта бақуатты өмір сүруіңізге тілектеспін. Өзіңізге де. Міне ағамызға денсаулық тілеп, ұзақ өмір тілеп, бала-шағасы қызығын көрсін деп лайк қойып, комментарий қойып тарата жүріңіздер. Әкелеріңе көрсетіңдер. Солар келіп жол салып берсін, жәкең сияқты. Алдымен кеудеңді өзі оққа төсесін, содан кейін бар. Қар бұзатын аттар болады ғой алдыға салып, сол сияқты.